بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم كتاب وخد жалғастырамыз шейх Хасан хафизахулла сол кісінің ta'liqтарымен сол кісінің шархымен айтып отыратын боламыз. Төртінші әдебі ғалым адамның أن ينزه علمه عن جعله سلما يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية من جاه أو مال أو سمعة أو شهرة أو خدمة أو تقدم على أقرانه. غالم адам сол өзіне берілген ілімді дүниелік мақсаттарға жететін саты қылып алудан сақтау керек ілімді. Түсіндіңіздер ғой, яғни ілімін бір саты қылады, сол саты арқылы дүнияви мақсаттарға жетеді. Не ол дүнияви мақсат? Мысалы, жах, абырой, уәмәл, дүние, ақша, немесе сума, немесе жаңағы халықтың арасына әңгімесі тарап кету, шухра, танымалдылық, хидмат, немесе кейбіреу қызметке қол жеткізуі мүмкін. Неше түрлі қызмет, лауазым орындарға, немесе бір адамдардың тарапынан қызмет, шәкірттердің тарапынан қызмет деген сияқты. Немесе сол ілімді мына нәрсеге де пайдалануға болады. Алла сақтасын. Тақаддумин аля ақронихи. Өзінің замандастарынан оқ бойы озық тұру үшін, мынау замандастардың ішіндегі ең білімдісі, білгірі, көп жаттаған, қари екен, хадисті көп жаттаған екен, жаңағы араб тілінің грамматикасын ішіп тастаған екен деген сияқты сондай нелерге, сондай бір мақсаттарға да бұл ілім деген нәрсе жарайды екен. Жалпы бұл ілім деген нәрсе Алланың разылығына жеткізетін нәрседе бола алады. Сол сияқты бұл ілім деген нәрсе осы дүнияви мақсаттарға да жетуге мүмкіншілік береді екен ше. Қала имам Шафиғи. Енді біздің сәләф ғұламаларымыздың өмірбаянында қарасақ, жалпы неше түрлі ғалымдар болған. Жалпы біз қараңыздар, біз айтып жатырмыз, бұл ілім арқылы халал нәрсенің өзіне, мысалы, не ол? Ілім арқылы халал болған нәрсенің өзіне ілімді пайдалануға болмайды деп жатырмыз. Яғни ілімді, өзінің ілімін пайдаланып, мына дүниедегі халал нәрселерге қол жеткізуге болмайды. Ал енді харам нәрсе болса ше, ол Құдай сақтасын, ол мүлдем болмайды. Бұл жерде біз мубах, рұқсат болған нәрсенің өзіне ілімін пайдаланып, ілімі себепті сол нәрселерге жетуге болмайды. Енді біздің сәләф ғұламаларға қарайтын болсақ, сол сәләф ғұламалардың ішінде әртүрлі дәрежедегі ғалымдар болған. Бір ғалымдар болған, егер да сол халал жолмен келетін болса, мысалы біреулер келіп, осындай ұстаз, сізге бір хадиямыз еді, өзіңіз аласыз ба деген сияқты, сондай бір халал жолмен, немесе басқа да сондай бір халал жолдармен келсе, ондайда алатын да ғалымдар болған. Ал кейбір ғалымдар, одан жоғары дәрежедегі ғалымдар болған, олар тіпті халал нәрсе болса да алмайтын болған ше. Халал рұқсат, шариғат, фиқ бойынша бүйтіп қарайтын болсаң, ешқандай күмән да жоқ, басқа да жоқ, бірақ соның өзін алмайтын болған. Яғни бұл менің как будто сол ілімімнің ақысы бұл дүниеде беріліп қояды ма деген қорқыныштан, сөйтіп тақуалық себепті, немесе тақуалықтан да жоғары варақтықтан болса керек, осындай нәрсені, осындай дәрежедегі ғалымдар болған. Одан кейінгі жоғарыдағы дәрежеде
мынандай да сәләфтардың болғандығын білеміз біз өмірбаян оқу арқылы. Мысалы, бір-екі шәкіртке ғана өзінің ілімін беріп жүреді. Егер жаңағы кісінің атағы шығып, немесе шәкірттер көбейіп, жамағаты бетіп көбейіп, үшеуден асып кететін болса деп айтады кейбір нелерде. Үшеуден асып кетсе шәкірті, ана кісі тұратында сабақ бермей кетіп қалады. Менің өйткені танымалдылығым артып бара жатыр, мені шәкірттерім көбейіп жатыр, бұл проблема деген сияқты. Екі шәкірт бір шәкіртке береді, үшеу немесе үшеуден асса, кәдімгі қашып орнынан тұрып кетіп қалатын да, сондай ғалымдар болатын. Яғни мүлдем танымалдылықты мүлдем қаламайтын сондай дәрежедегі адамдар, ғалымдар болған екен. Тағы бір дәрежедегі ғалымдар болған екен, өзінің ғалым екендігін, өзінің ілім иесі екендігін жасыратын болған. Не арқылы жасыратын болған? Бір кәсіптер арқылы жасыратын болған. Мысалы, біз білеміз, имам әл-Хассаф деген жаңа имамдар, осындай Хассаф атымен танылған. Бұл Хассаф деген бір аяқ киім жөндеуші ма сондай. Аяқ киім жөндеуші ма сондай. Сосын Жассас. Жассас деген бұл да бір Жассас деген да ғалымдар өткен білесіздер. Бұл ғалым жалпы Джиссың деген бұл сондай гипсті айтады ғой. Бір гипспен айналысатын, гипс сататын ба, сондай қызметпен айналысқан бұл кісі. Өзін былайша айтқан кезде өзін солай атайтын болған да. Мен адамдар ғалым, ілім иесі деп емес, мен осындай кәсібіммен танысын деп. Біреулер мысалы Қудури деген сияқты. Қудур деген негізі қазан деген сөз. Қудури деген қазан сатушы болған. Мысалы ше, қандай үлкен фақих кісі бұл кісі. Бұл кісі сол өзінің атын ғалым деп емес, бәлкім жаңағыдай қазан сатушы деп аты солай елдерге таныстыратын болған, және солай аты елге танылып кеткен. Субханалла. Міне осындай біздің ғалымдарымыз өткен екен. Имам Шафии айтады: قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه. Ол кісі айтады, мен дейді мына ілімді, яғни өзіндегі ілімді айтып жатыр. Мына ілімді адамдар үйреніп, сосын үйренгеннен кейін бір әріпі болсын сол ілім маған телінбесе екен, телінбеген жақсы көретінім дейді. Яғни мысалы шәкірттер имам Шафииден қаншама нәрселер үйренеді ғой. Үйренгеннен кейін мен ұстазымнан үйрендім деп айтпаса екен, бір әріпті болсын имам Шафииден үйрендім деп айтпаса екен деп мен соны қалаймын дейді. Қараңыздар, қандай дәрежеде үлкен алыптардың сөзі да. Тек қана Алла разылығы үшін үйреттім. Мені былайша айтқан кезде ешкім менен бір нәрсе, бір әріп болсын үйрендім деп айтпаса екен деп сол нәрсені қалаймын деп айтады. وكذلك ينزهه عن الطمع في رفق من طلبته بمال أو خدمة أو غيرهما بسبب اشتغالهم عليه وترددهم إليه. Сол сияқты ғалым адам не істеу керек? Мына жерде негізі имам Шафиидің сөзі бітеді, Аллаху алам. Сондықтан мынау негізі аяқта болу керек. Мынаның жалғасы ғой. وكذلك ينزهه өйткені аяқта әнға бәсе. Өзінің шәкірттерінің дүниесіне, немесе шәкірттерінің қызметіне, немесе басқа да шәкірттерінің сондай бір пайда, шәкірттерінен келетін пайдадан, сол пайдаға үміт етуден, дәметуден сақтану керек. Сақтану керек, Неге шәкірттерінің қызметі, дүниесінен дәмету? Неге деген кезде, өйткені шәкірттері бисабаб иштиғалихим. Ол шәкірттері сол ұстазының алдында ілім алып жатыр ғой. Және сол шәкірттері ұстазына келеді. Сондықтан былайша айтқан кезде бір ақысы бар. Сол ақысы үшін сол талап етпеу керек дейді ғалым адам. كان منصور لا يستعين بأحد يختلف إليه في حاجته. Мансур деген кісі яхталифу илейхи деген өзіне келетін адамдардан еш қайсысына бір қажетіне жұмсамайтын, еш қайсының жәрдем сұрамайтын ше.
ешқандай бір қажетіне жәрдем сұрамайды. Өзіне бір келеді, достар келеді, шәкірттер келеді, басқа келеді, адамдар келеді, сол адамдарды мүлдем еш нәрсеге жұмсамайтын. Анау есіктің алдында тұрған кесені ала келші деген сияқты ондай нәрсені де мүлдем жұмсамайтын екен. وقال سفيان ابن عيينة رضي الله عنه سفيان ابن عيينة айтқан: كنت قد أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة من أبي جعفر سلبته فنسأل الله تعالى المسامحة. Суфиян ибн Уяйна айтады: мен дейді Құранды терең түсіну маған алла тарапынан берілген еді дейді. Алайда мен Абу Джафар деген халифа болса керек бұл кісі. Менің білуім бойынша бұл кісі Аббаси, жаңағы Умәуилерден кейін екінші халифалыққа Аббасилер келеді. Осы Аббасилердің Саффахтан кейінгі екінші халифасы болса керек. Абу Джафар Абдулла әл-Мансур деген кісі, қателеспесем. Осы Абу Джафардан, сол кісіден мен сурро деген жаңағы әмиян ақша алған кезімде, енді ақша деген хадия қылып береді ғой, енді ол кісі андай бір басқа бір мақсатта емес, халал адал жолмен кәдімгі хадия қылып береді сол патша. Сосын бұл кісі соны алған кезімде, соны қабылдаған кезімде жаңа Құранды терең түсінуден мен махрұм қалдым дейді. Соны алған кезімде Құранды терең түсінуден махрұм қалдым. Сөйтіп бұл кісі айтады: Алладан кешірім тілеймін деп. Осы Суфиян ибн Уяйнаның сөзі, немесе бұл осы Ибн Жама осы кітаптың авторының сөзі болса керек. Аллаху а'лам. Міне осындай бүгінгі әдептерін біз үйренген болатынбыз. Субханалла. Ғалым адамның осы бойынан табылу керек болған осы бір қасиеттер екен. Аллах тағала баршамызды сол ізгілердің соңынан еруді, сөйтіп Алланың разылығына жетуді, Алла өзі бізді кеңшілігімен байытуын Аллах тағаладан сұраймыз. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.